Сәлем оқушылар, бүгін бізде екінші сабақ. Бүгінгі тақырып келтіру және қосу формулалары. Бүгінгі тақырыпта, яғни екеуі ұқсас, тригонометриялық кестені және де келтіру формулаларын, қосу формулаларын бірге өтетін боламыз. Жалпы негіз бірінші бізде тригонометриялық кесте қалай жаттау қажет? Осы көпшілігінде осы тригонометриялық кестені жаттау проблема болып жатады, яғни қиын болып жатады. Ең бірізде бәрі белгілі, яғни синус альфа мұнда берілген 0 градуста 0-ге тең, синус альфа 30 градуста 2-ден 1-ге тең, синус альфа 45 градуста түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең, синус альфа 60 градуста түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Мысалы, осыларды білесіздер, көпшілігіміз білеміз. Ол дегеніміз осы, яғни тригонометриялық кестені қалай жаттауға болады? Оңай тәсілі сіздерге айтып көрейін. Ең бірінші бізде мысалға былай сызып шықсақ, менде дұрыс түзу сызбауым мүмкін. Бірінші сызып алайық осылай. Мұнда 0 градус, мұнда 30 градус, мұнда 45 градус, мұнда 60 градус, мұнда 90 градус белгілесек, және мұнда синус альфа тұрады, косинус альфа тұрады, тангенс альфа және котангенс альфа. Яғни бізде осы таблицаны қалай оңай жаттауға болады деген сөз. Мысалға, ең бірінші бізде былай жазып шықсақ, қараңыздар. Мұнда былай бастасақ, ең бірінші, яғни бізде ең басты жаттайтын шарт былай болу керек. Былай болу шарт. Ең бірінші бізде мұнда 0-ден 0 деп жазып шықсақ, және 90-да 1 десек, осын жаттап алсақ, и потом жоғарғы жақтарды жаттап алсақ, 60 градуста түбір асты бөлінген 2, ал мұнда түбір асты 2 бөлінген 2, ал мұнда 2-ден 1. Яғни осылар ең бастысы синус альфаның таблицасын жаттап алсақ болды. 0, 2-ден 1, түбір асты 2 бөлінген 2, түбір асты бөлінген 2 және 1. Осылар жаттап алдық. Енді бізде қараңыздар. Мұнда 1 тұрса, осыған қарама қарсы мұнда келеміз де 1 жазамыз. Түсінікті ме? Мұнда және мұнда. Бұрышында, екі бұрышта. Келесі мұнда 0 тұр. Демек, мен мына бұрышқа 0 жазамын. Түсінікті ме? Осылай біз косинустың сан мәндерін табуымызға болады. Мысалға, мұнда түбір асты бөлінген 2 тұр. Ол дегеніміз қарама қарсы келіп, мұнда осы жерде тұрады. Түбір асты бөлінген 2. Ал мұнда 2-ден 1 тұр. Соған қарама қарсы келіп, 2-ден 1 жазамыз. Ал соңында түбір асты 2 бөлінген 2, 2-ін 1-ге жаза саламыз. Түсінікті ме? Яғни қарама қарсы немен мұнда және мұнда 2 бұрыш жасай отырып, диагоналмен осып жазып шығамыз. Келесі енді соң тангенс пен котангенсті қалай табамыз енді? Ең басты осы синусты жаттап алсақ болды. Тангенс пен котангенс сол арқылы табуымызға болады. Енді тангенсті қалай табамыз? Бізде белгілі тангенс альфа дегеніміз синус альфа бөлінген косинус альфаға тең. Демек, синус альфа бөлінген косинус альфа 0 градуста тангенс альфа, синус альфа бөлінген косинус альфа. Синус альфамыз 0-ге, косинус альфамыз 1-ге. 0-ді 1-ге бөлсек 0 болады. Ал котангенс альфамыз котангенс альфа тең болады косинус альфа бөлінген синус альфаға тең. Демек, оны да жазатын болсақ, котангенс альфа дегеніміз, яғни косинус альфа бөлінген синус альфа 1-ді 0-ге бөле алмаймыз, сондықтан минус қоямыз, ешқандай шешімі жоқ. Келесі, тангенс альфа 30 градуста, яғни ол дегеніміз 2-ден 1 бөлінген түбір асты 3 бөлінген 2. 2-ден 1-ді бөлеміз түбір асты 3 бөлінген 2-ге. Ол кезде мына екеуі қысқарады, қалады 1 бөлінген түбір асты 3. Яғни демек бізде 1 бөлінген түбір асты 3-ке тең екен 30 градус. Ал котангенс дегеніміз косинусты синусқа бөлеміз, яғни түбір асты бөлінген 2-ні 2-ден 1-ге бөлсек, ол дегеніміз түбір асты 3 шығады. Келесі мұнда екеуін синус альфа косинус альфа тангенс табатын болсақ, 45 градуста түбір асты 2 бөлінген 2 мен түбір асты 2 бөлінген 2-ні бөлсек 1 шығады. Котангенсте де дәл солай. Ары қарай енді бізден аны ары қарай түбір асты бөлінген 2 мен 2-ден 1 бөлетін болсақ, бізде түбір асты 3 шығады, ал котангенсте 1 бөлінген түбір асты 3 шығады. Мұнда минус, себебі синус альфа 1-ді 0-ге бөле алмаймыз, минус, ал 0-ді 1-ге бөлетін болсақ, котангенс 0 болады. Мұнда да қарасаңыздар, диагоналмен 1-де болып отыр. Мұнда минус, түбір асты бөлінген түбір асты 3, және мұндағы диагоналмен сәйкес, осылай жаттасаңыздар болады. Сәйкес келіп отыр. Келесі тақырыпқа өтейік. Бірінші мысалға берілген. Яғни градус арқылы шешетін болсақ, есептерді. Өрнектің мәнін табыңыз. Егер 16 синус квадрат альфа қосылған косинус 2 альфа минус 4 тангенс альфа болса, мұндағы альфамыз пи бөлінген 4-ке тең. Пи бөлінген 4 дегеніміз қай градус? 180-ді
4-ке бөлетін болсақ, бізде 45 градусқа ие. Сонда демек 16 синус квадрат пи бөлінген 4. Орындарына қойып шығамыз, яғни альфаның орнына пи бөлінген 4 қойып шығамыз. Косинус 2 көбейтілген альфаның орнына пи бөлінген 4 қойсақ. Азайтылған 4 тангенс пи бөлінген 4. Енді ары қарай. Синус квадрат пи бөлінген 4 дегеніміз. Синус пи бөлінген 4-те нешеге тең? Түбірасты 2 бөлінген 2-ке тең. Таблицаны қарасақ, мінекей. Синус пи бөлінген 4, түбірасты 2 бөлінген 2. Сонда деймін, орнына қоятын болсам, оның квадраты деп отыр. Синус квадрат десе, онда осыны квадраттаймыз. Ол дегеніміз 2-ден 1-ге тең болады. Себебі 2 болады, астыңыз 4, 2 қысқарады, 2-ден 1-ге тең болады. Сонда демек, 16 көбейтілген 2-ден 1 қосылған. Мұнда 2 мен 4 қысқарады. Жақша қалайын. Сонда косинус пи бөлінген 2-де бізде қандай мәнге ие? Косинус пи бөлінген 2. Мінекей 0-ге тең. Демек сонда 0 жазамыз. Қосылған, азайтылған 4 көбейтілген тангенс пи бөлінген 4. Ол дегеніміз 1-ге тең. Сонда демек, мұнда 16 мен 2 қысқарады, 8. Демек 8 қосылған 0, азайтылған 4 тең болады бізде 4-ке. Бірінші есебіміз шықты жауап. Келесі. Мұнда өшіре тұрайын. Екінші есебіміз бізде косинус квадрат альфа минус синус альфа қосылған түбірасты 3 котангенс альфа. Мұндағы альфамыз 30 градусқа ие. Ол дегеніміз сонда 30 градус қойып шығатын болсақ, косинус квадрат 30 градус азайтылған синус 30 градус қосылған түбірастында 3 котангенс 30 градус. Енді демек шешетін болсақ, осы есепті косинус квадрат 30 градуста нешеге тең бізде? Түбіраш бөлінген 2-ге тең, яғни түбірасты 3 бөлінген 2-нің квадраты болады. Себебі косинус квадрат деп тұр. Азайтылған синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең, қосылған түбірасты 3 көбейтілген котангенс 30 градуста бізде түбірастында 3-ге тең. Сонда демек, мұнда түбіраш бөлінген 2-ні квадраттайтын болсақ, 3 бөлінген 4-ті береді, азайтылған 2-ден 1, қосылған 3 түбіраш пен түбіраш көбейтетін болсақ, 3-ті береді. Мұнда 2-ден береміз ортақ бөлім, мұнда 4-тен береміз. Сонда ортақ бөлім 4, 3 азайтылған 2, қосылған 12. 12 мен 2 бізде 10 береді, 13 бөлінген 4 қалады екен. Есебіміз шықты. Келесі бізде, мінекей, мұна тақырып, яғни синус минус альфа болса, бізде оның минусы алдына шығады. Түсінікті ме? Егер косинуста егер минус альфа болатын болса, онда оның минус жоғалып кетеді. Мұнда плюс болып тұр, ал тангенс пен котангенсте минустары алдына шығады. Демек бізде косинус жұп функция болғандықтан, мұнда бізде әрқашан минусы жоғалып кетеді. Осыны тек минус альфа болған жағдайда ғана. Ал минус косинус альфа болса, бізде минус, яғни косинус альфа деп жаза алмаймыз. Көпшілігі осылай шатастырады. Яғни минус тұрады, оны косинус альфа деп жазып аламыз ғой дейді. Не олай емес, себебі неліктен косинус минус альфа болу керек. Яғни альфада ғана минус тұрса, бізде ол кезде косинус альфа деп жаза аламыз. Түсінікті ме? Яғни альфада ғана минус тұрса, бізде жұп функция болғандықтан косинус минусын жоғалып жүреді. Яғни мына минус жоқ болып кетеді. Ал осы минус бізде синуста, синус минус альфа болса, онда минусы алдына шығады. Осылай шығады. Котангенсте, тангенсте де дәл осылай. Альфа, егер минус альфа болса, осындай минусы алдына шығады. Мысалға қарастырайық. Косинус минус, мысалға қазір косинус минус пи бөлінген 4 дейік. Бұл дегеніміз қалай болады? Косинус пи бөлінген 4-ті береді. Яғни мына минусымыз жоғалып кетеді. Ал синус мысалға минус пи бөлінген 2 болса, онда біз былай жазамыз. Минус синус пи бөлінген 2 деп жазамыз. Себебі минусы алдына шығады. Ал косинуста, именно косинуста жоғалып кетеді. Ал тангенс пен котангенсте осы синус секілді алдына шығып отырады. Түсінікті ме? Енді келесі бізде синус минус 30 градус деп отыр. Яғни бірінші минус алдына шығады. Бізде белгілі синуста тек косинуста ғана жоғалып кетеді. Минусын жаздық, синус 30 градус дейміз. 30 градуста, яғни 2-ден 1-ге алдында мына минус пен 2-ден 1 болады. Келесі синус минус 90 градус. Минус таңбасы алдына шығады. Минус синус 90 градус. Ол дегеніміз синус 90 градуста 1-ге тең, минусымен минус 1 болады. 270-де 240-та да дәл солай. Келесі мұнда синус минус пи минус альфа деген. Қараңыздар.
синус минус пи минус альфа деп отыр. Оны қалай жазсақ болады? Синус, былай жазсам, минус шығарып ішінде пи плюс альфа десем. Келісесіздер ме? Яғни пи плюс альфа, мына минусты қайтадан ашатын болсақ, мына екеуіне көбейтеді, мына өрнекті береді. Енді бізде мына минусымыз синустың алдына шығады. Сонда демек мен минус синус пи плюс альфа деп жазам. Мұнда осы өрнек жазған. Келесі синус альфа минус пи дегенді біз келесіде былай келтірген. Яғни синус минус шығар жерген ішінде пи минус альфа деген. Яғни мына минусты қайтадан көбейтетін болсақ, мынаны береді. Енді бізде мына минусты синустың сыртына шығар жеретін болсақ, минус синус пи минус альфаны береді. Осы жерде мысалдар келтірген. Ал косинуста әрқашан плюс болып кетеді. Мінде косинус минус 30 градус болса, ол дегеніміз мына минусымыз жоқ болып кетеді, плюс болып кетеді, косинус 30 градус береді. Ол дегеніміз тураш бөлінген 2. Келесі косинус минус 210 дегеніміз мына минус жоғалып кетеді, плюс болып кетеді, алдына косинус 210. Ал мұндағы өрнектерді қараңыздар. Косинус минус 2пи минус альфа дегеніміз былай болған мұнда. Косинус минус 2пи минус альфаны мен былай жазсам. Косинус жақшаның ішінде, тағы да бір жақша, минусын шығарып жіберемін. 2пи плюс альфа болады. Себебі мына минусты қайтадан көбейтетін болсам, мына өрнек қайтадан береді. Енді бізде мінеке, мына минусымыз бізде әрқашан косинус жүк болғандықтан плюс болып шығып кетеді. Тең болады, сонда косинус 2пи плюс альфа деп жаза аламын. Түсінікті ме? Мұнда да дәл солай. Пи плюс альфа дегеніміз жүк функция болғандықтан шығып кеткен. Минусы сыртына шығып кетеді. Тангенсте де дәл синус секілді. Минус алдына шығады тангенсте. Минус 1. Мұнда да минус алдына шығады 210. Мұнда да дәл жақшаның ішінде минус шығарып жібереміз. И плюс болады. И потом мына минусы бізде алдына шығады. Тангенсте де дәл солай. Келесі бізде келтіру формулалары, яғни келтіру формулаларын қалай түсінуге болады. Ол дегеніміз келтіру формулалары не үшін қолданылады тригонометрияда? Ол дегеніміз ең алдымен үлкен градустарды кіші градустарға айналдырған кезде, және де мына түрдегі өрнектер берілген кезде осыны қалай жазамыз? Яғни пи бөлінген 2 плюс альфаны біз қысқа түрде қалай жазуға болады? Сол мақсатта бізде келтіру формулаларын қолданатын боламыз. Ең бірінші бізде келтіру формулаларын ескеретін жайт, мінеке қараңыздар. Бізде ескеретін жайт 90 градуспен 90 градус және 270 градуста бізде синусымыз косинусқа, мінеке, косинусымыз синусқа, тангенсіміз котангенске, котангенс тангенске өзгеріп отырады. Міндетті түрде 90 мен 270. Ол қай уақытта қазір көрсететін боламын. Ал 0 градуспен бізде 180 градус және 360 градуста бізде ол өзгермейді. 0 мен 360 бірдей ғой. 360 градуста бізде ешқандай өзгермейді. Сол күйінше қалады. Бұл не үшін айтып отырмын? Қазір түсінетін боласыздар. Осыны жаттап алсаңыздар болады. Бастысы 90 мен 270 градуста өзгереді. Яғни синус косинусқа, косинус синусқа, тангенс котангенске, котангенс тангенске. Ал 0, 180, 200, 360 градуста ешқандай сол күйінше қалады. Синус па, синус күйінше, косинус күйінше қалып отырады. Мысалға қараңыздар. Синус 150 градус деп белгілейік. Мен синус 150 градусты қалай жазсам болады? Яғни 90, 270, 0, 180, 360 деген градустарды қарастырып отырып, кіші градуспен жазуым қажет. Яғни сонда демек мен синус 150 градусты мен былай жазсам. 90 градус қосылған 60 градус десем. Яғни мұнда қосып отқан градусым аз болу керек менде. Яғни 0 мен 90 градустың аралығында болса, кіші болса, өйткені қазір түсінетін боласыздар. Және де келесі қалай жазсам болады? 180 арқылы жазсам болады. 180 азайтылған, нешені азайтсам 150 градус болады. 30 градус десем. 30 градус азайтсам, яғни 150 градус болады. Дұрыс қой, екеуін 90-ды 60-ға қоссақ 150, 180-ді 30-ға азайтатын болсақ 150, екеуі де бірдей. Және 90 мен 180-ді алып отырық. Себебі неліктен? Сол кезде бізде қосатын градустарымыз аздау болады. Түсінікті, оңайлау болады. Енді бізде қараңыздар. 90 градус плюс 60 градус деп отыр. Бізде ескеретін жайт енді мінеке. Мына шартты түсінетін боласыздар енді. 90 мен 270 градуста өзгереді. Өзгермейді. Яғни 0, 280, 360 градуста өзгермейді. Бізде мінеке 90-ды қосып отыр, 90-ды алып отыр. Демек бізде синусымыз косинусқа өзгереді. Мінеке мына жердегі формула бойынша косинусқа өзгереді.
Енді бізде 60 градусты жазып аламыз. 90-ды жазбаймыз. Міндетті түрде, өйткені 90 мен 180 дегендерді жазбай отырамыз. Себебі мұнда 0 орналасқан, мұнда 90 градус, мұнда 180 градус, мұнда 270 градус орналасқан белгілі. Мұнда 360 градус. 90 жазбаймыз, тек қана енді 60 градус жазамыз. Косинус яғни өзгереді. Бізде мұнда қосқан градусымызды жазамыз. Косинус 60 градус. Және енді таңбасын анықтау қажет. 90 плюс 60 градус. 90 плюс 60 градус дегеніміз қай ширекте жатыр? Бізде мына жеріміз 90 градус болса, осы жер нүкте плюс 60 градус, яғни екінші ширекте жатыр. Екінші ширек осы жаққа қарай барады. 90-ға плюс қоссақ, осы жаққа қарай жылжиды ғой. 150 градус осы аралықта жатыр. Демек, екінші ширекте бізде синустың таңбасы қалай? Синустың таңбасы бізде екінші ширекте плюс мәнге. Демек, мына өрнегіміз бізде косинус 60 градусқа тең екен. Синус 150 градусын косинус 60 градусқа тең. Және енді келесі 180 градус минус 30 градуспен ашайық. Сонда демек, 180-де қараңыздар, бізде өзгермейді дедік. 180-де өзгермейді. Сол күйінше жазып қоямыз. Синус 180 синус жазып қоямыз. И сосын 30 градусын жазамыз. Екінші қосқан және азайтқан градусын жазып отырамыз. Мына минус плюс деген ешқандай әсер етпейді. Бастысы бұл әшін бізде білу үшін. Яғни 180-ді 30 азайтсақ қана сондай болады деген секілді. Мына минусты алмаймыз, тек 30 градус саламыз сан мәнін. Енді бізде қараңыздар, 180 градус минус 30 градус деп отыр. 180-нен 30 градусты алдық. Түсінікті ме? Алсақ қалай болады? Артқа қарай жүгіреді. Яғни 90-ға қарай азаяды ғой. 150 градус мына жаққа қарай. Демек ол дегеніміз 90-ға жетпейді. Екінші ширек. Екінші ширекте синустың таңбасы плюс. Демек, бізде синус 150 градус дегеніміз синус 30 градусқа ие екен. Және косинус 60 градус. Демек, сонда білсек, синус 30 градусты бізде 2-ден 1-ге тең, және косинус 60 градусты 2-ден 1-ге тең. Демек, біз синус 150 градусты екі амалмен қарастырдық. Яғни, біріншісі синус 90 градус плюс 60 градус дедік, екіншісі бізде синус 180 минус 30 градус дедік. Көрдіңіздер ме? Арқылы сонда келтіру формуласы арқылы келтірдік. Бірінші 90 плюс 60 градусымыз косинус 60 градус берді. Ол дегеніміз 2-ден 1-ге тең. Ал 180 минус 30 градус, ол синус 30 градус, ол да 2-ден 1-ге тең. Демек, біз синус 150 градусты 2-ден 1 деп алады екенбіз. Келтіру формуласы деген дәл осылай. Қазіргі уақытта есептер, мысалдар шығаратын боламыз, сол арқылы түсінетін боласыздар. Бастысы назар салып қарап отырсаңыздар болды. Сонда демек, бірінші мына есепті қарастырайық. Мысал, косинус пи бөлінген 2 плюс альфа деп отыр. Пи бөлінген 2 дегеніміз қай градус? 90 градус. Мұнда көшіре тұрайын. 90 градус. 0 градус, 180 градус және 360 градус деп жазып қоя салайын. Келесі бірінші есепті қарайық. Косинус пи бөлінген 2 плюс альфа. Пи бөлінген 2 дегеніміз 90 градус плюс альфа деп отыр. Яғни альфамыз негізінен бізде 0 мен 90 градустың арасында жатады. Плюс альфа десе ол мына ширекке барады. Яғни екінші ширек. Плюс болса 180 мен 90-ның арасындағы сан, значит. Осының аралығында сан. Демек, ол екінші ширек. Осы жерде жатыр. Екінші ширекте косинустың таңбасын білейік. Косинустың таңбасы екінші ширекте бізде минус таңба, яғни таңбасы минус. Минусын жазып қоямын таңбасын. Келесі бізде 90 градус. 90 градуста не дедік біз? Өзгереді дедік. Демек, сонда синус деп жазамыз. Косинусымыз синусқа өзгереді. Мінекей. Және плюс альфа деп отыр. Альфаны жазып қоямын. 90 жазбаймын мінекей. Өйткені ол нақты шама оларды жазбай отырамыз келтіру формуласына. И на соңғы альфаны жаздық. Түсінікті ме? Демек, бірінші өрнегіміз біз ықшамдаған кезде келтіру формуласымен минус синус альфаға тең екен. Келесі қосылғы. Келесін жазайық. Синус пи минус альфа деп отыр. Пи минус альфа. Пи дегеніміз осы жер 180 градус минус альфа деп отыр. Минус альфа болса артқа қарай шегінеді. Екінші ширек. Синус екінші ширекте таңбасы плюс. Өзгере ме, өзгермей ме? 180 градуста бізде өзгермейді дедік. Мінекей. Өзгермейді. Сол күйінше жазамыз. Синустың өзін жазамыз. Және альфасын соңғысын жазып қоя саламыз, болды. Келесі. Тангенс 270 градус минус альфа деп отыр. 270 градус. 3π бөлінген 2 дегеніміз 270 градус. Минус альфа десе, ол осы аралықта жатады. Мінекей. Үшінші ширек. Минус альфа десе, үшінші ширекте жатады. Сонда демек, үшінші ширекте бізде тангенстің таңбасы плюс жазып қоямыз. 270-те бізде өзгереді. Мінекей. 90 мен 270-те өзгереді. Тангенс неге өзгереді? Тангенс котангенске өзгереді. Мінекей. Котангенс тангенске деген секілді. Сонда котангенске өзгерді. Енді сонда альфасын жазып қоямыз. Таңбасы плюс болады. Осылай келтіру формулаларын анықтап отыра беруге болады. Ешқандай қиындығы жоқ.
Келесі котангенс 2π минус альфа деп отыр. 2π дегеніміз 360 градус, мінекей. Мұндағы 2π. Азайту альфа. Азайту болса артқа қарай жылжиды, 270-ке қарай. Төртінші ширек ол. Сонда төртінші ширекте бізде котангенстің таңбасы минус, және мұндағы минуспен бізде қалай болады? Мінде мына жерде минус тұр, 2 минус, бізде 2 минус болады. Плюс болып кетеді дейік бірден. Түсінікті ме? Немесе жаза салайын. Мына минусы бар, и тағы да бір минус жазылады. Котангенс 2π минус альфа. 2π де бізде өзгере ме, өзгермей ме? Өзгермейді, 360 градуста өзгермейді. Сол күйінше жазамын. Котангенс альфа деп қоямын, болды. Альфасын жазып қоямын мен сонда. Болды, осымен енді ықшамдайтын болсақ, мұнда минус синус альфа мен синус альфа кетеді, қысқарады. Қалатыны котангенс альфа, мұнда минус пен минус плюсті береді. Котангенс альфа. Есептің жауабы 2 котангенс альфаға тең екен. Жалпы осылай, ешқандай қиындық жоқ. Қазір түсінетін боласыздар тағырақ. Келесі екінші есепті қарайық. Өрнектің мәнін табыңыз. Косинус 150 градус көбейтілген синус 120 градус бөлімінде синус 210 градус. Мұнда қараңыздар. Косинус 150 градусты ашып жазып алатын болсам. Қалай жазсам болады? Косинус 150 градусты мен 180 градус минус 30 градус деп жазайын. Болады ғой? 180-30 градус азайтсақ 150 деп береді. Енді бізде қараңыздар, 180 минус 30 градус дегеніміз қай ширекте жатыр? Екінші ширекте жатыр. Себебін неліктен? Қараңыздар. Екінші ширекте жатыр. Мұнда 180 арналаса азайту 30 деп отыр. Азайтсақ ол дегеніміз осы жерге барады. 90 мен екеуінің арасында екінші ширекте жатыр. Екінші ширекте таңбасы қалай болады? Косинустың таңбасы. Таңбасы минус. Және 180-де ауыспайды. Бізде 180-де және айтқан болатын 360 градуста ауыспайды. 180 мен 360 градуста ауыспайды. Демек сонда косинустың өзі болады. Ауыспайды дегеніміз, яғни косинус синусқа ауыспайды. Косинустың өзін жазып қоямыз. Енді сонда 30 градус жазамыз. Демек бізде косинус 150 градус дегеніміз минус косинус 30 градусқа тең екен. Келесі амал. Синус 120 градусты мен ықшамдап алайын. Синус 120 градусты қалай жазсам болады? 90 плюс 30 градус десем болады, немесе 180 минус 60 градус десем болады. Мен 90 градус плюс 30 градус деп жазайын. Сол амал ыңғайлы болады. Бәрібір өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жаза бересіздер. Енді қараңыздар, 90 плюс 30 градус дейміз қай ширек? 90-ға қосасың 30. Онда мына жаққа қарай жылжиды, 180-ге қарай. Екінші ширек. Екінші ширек. Ширек деген осы бағыт. Және бізде синусымыз өзгере ме, өзгермей ме косинусқа? 90 градуста бізде не дедік? 90 градуста және 270 градуста өзгереді. Өзгереді. Демек, косинус болады. Екінші ширекте таңбасы бізде плюс синустың таңбасы. Синустың таңбасынан қараймыз, бастап берілген бойынша. Және косинус 30 градус деп жазып қоямыз. Плюс косинус 30 градус. Келесі енді анықтайтын. Синус тағы да 120 градус беріп, синус 210 градус. Келесі бөлшектің бөлімін қарастырып мына берілген бойынша ықшамдап. Сонда синус 210 градусты мен 180 градус қосылған 30 градус десем. 180 градус қосылған 30 градус, 180 қосылған альфа дегеніміз қай градуста жатады? Қосылса бұна жаққа қарай жылжиды. Ол үшінші ширекте. Үшінші ширек. Үшінші ширекте таңбасы қалай синустың? Минус таңбасы. 180-де өзгере ме, өзгермей ме? Өзгермейді. Ауыспайды мінеке. Сол күйінше қалады синус күйінше. Синус, ең соңында 30 градус жазып қоя саламыз. Қосылған. 180-90 дегендер алмаймыз, себебі олар нақты мәндер болғандықтан. Сонда демек, орындарына қойып шығатын болсам, есептің берілгенінің косинус 150 градусымыз бізде минус косинус 30 градусқа тең екен. Минус косинус 30 градусқа тең, 150 градус. Келесі синус 120 градусым косинус 30 градусқа тең екен. Ал синус 210 градусым
минус синус 30 градусқа тең екен. Кішкентай градустармен қарастырып жатыр. Енді оңай бізде 30 градустар шешу жеңілірек болады. Сонда демек қоятын болсам, минус косинус 30 градуста минусын жазсам, косинус 30 градуста бізде түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Көбейтілген косинус 30 градуста түбірасты бөлінген 2, ал синус минус 30 градуста ол 2-ден 1-ге тең екен. Сонда демек мына екеуін көбейтетін болсақ, 3 бөлінген 4-ті береді, яғни таңбасы минус бөлінген минус 2-ден 1. Мінекей. Сонда демек ол дегеніміз қысқарады. Алым мен бөлім ауысады, көбейтілген минус 2 бөлінген 1. Мұнда 4 пен 2 қысқарады, мұнда 2 қалады. Сонда есептің шешімі плюс болады, себебі минус пен минус көбейтсек 3 бөлінген 2-ге тең болады екен. Осымен есебім шықты. Келесі есеп қарайық. Өрнектің мәнін табыңыз дейді. Егер мына түрде берілсе. Демек, бірінші котангенс пи бөлінген 4-ті ашып жазып алатын болсам. Котангенс пи бөлінген 4 дегеніміз қай градусқа ие? 45 градусқа ие. Котангенс пи бөлінген 4-те 45 градуста 1-ге тең. Қосылған тангенс пи бөлінген 4 45 градус, 45 градуста 1-ге тең. Азайтылған косинус 3 пи бөлінген 2 270 градуста. Косинус 270 градуста қандай мәнге ие? Таблицаны қарап көрейік. 0-ге тең. Азайтылған синус 0, синус яғни пи градуста ол дегеніміз 0-ге тең. Сонда есептің жауабы мында 0,0 2 болады. Келесі екінші өрнектің мәнін табыңыз. 1 бөлінген түбірасты 3 көбейтілген котангенс пи бөлінген 6 минус түбірас көбейтілген тангенс пи бөлінген 3. Бұны қалай шығарамыз? 1 бөлінген түбірасты 3 жазып қоятын болсам, котангенс пи бөлінген 6, яғни котангенс пи бөлінген 6 нешеге тең? Түбірастында 3-ге тең. Азайтылған түбірасты 3 көбейтілген тангенс пи бөлінген 3. Тангенс пи бөлінген 3 дегеніміз түбірасты 3-ге тең болды. Қосылған түбірасты 2 косинус пи бөлінген 4 дегеніміз түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Азайтылған синус пи бөлінген 2, яғни синус 90 градуста бізде 1-ге тең. Енді демек, мұнда мына екеуі қысқарады. Қалғандарын жазатын болсам, сонда 1 азайтылған түбірас пен түбірас көбейтетін болсам 3-ті береді. Қосылған түбірасты 2 мен түбірасты 2 көбейтсек 2, 2-ге бөледі. Мына екеуі яғни почти қысқарады. 1 азайтылған 1. Есептің жауабы минус 2-ге тең болады екен. Келесі 7-ші есеп. Өрнекті ықшамдауымыз мына түрдегі өрнек берілсе дейді. Қалай болады? 270, яғни 3 пи бөлінген 2 дегеніміз 270 градус плюс альфа деп отыр. Бірінші осындай ықшамда жазып алайын. Синус 3 пи бөлінген 2 дегенді мен 270 градус плюс альфа деп жазайын. 3 пи бөлінген 2 270 градусқа тең ғой. Енді қараңыздар. Синус 270 градуста мен өзгереді ме, өзгермейді дедім ба? 270 градуста және 90 градуста өзгереді. Синус косинусқа өзгереді. Ширегі қандай? Ширекті қарайық. Мұнда 270 градус орналасқан мына нүктеде. Плюс альфа деп отыр. Демек 360-ға қарай жылжып бара жатыр. Ол дегеніміз 4-ші ширек. 4-ші ширекте бізде таңбасы қалай? Синустың таңбасы минусқа ие, минус қоямыз. И сонда альфа қоямыз. Демек бізде синус 3 пи бөлінген 2 плюс альфа дегеніміз минус косинус альфаға тең екен. Келесі косинус пи бөлінген 2 минус альфа дейік. Ол дегеніміз нешеге тең? Косинус пи бөлінген 2 минус альфа. Мұнда пи бөлінген 2 орналасқан, минус альфа, яғни артқа қарай жылжиды, минус болса. Бірінші ширек. Бірінші ширекте косинустың таңбасы плюс пи бөлінген 2, 90 градуста өзгереді дедік. Әріне өзгереді, яғни косинусымыз синусқа өзгереді. Синусқа өзгереді. Және альфасын жазып қоя саламыз. Плюс таңбасы плюс болады алдына таңбасы. Соңғысы енді синус альфа минус пи дейді. Синус альфа минус пиді мен былай жазып алсам. Синус альфа минус пи. Пиді мен бірінші жазым керек, яғни пи минус альфа. Сонда демек мен былай жазам. Синус минусын жақшан сыртына шығарып жіберемін. Пи минус альфа деп жазып аламын. Түсінікті ме? Минус, егер мына минусты көбейтетін болсақ, мына мәнді береді. Енді демек, бізде мына минусты алдағы тақырып бойынша алдына шығарып жібереміз. Тақ функция болғандықтан синус минус шығып кетеді. Сонда минус синус пи минус альфа деп жазамыз.
түсінікті ме? Сонда минусын шығарып жіберіп бізде пи минус альфа деп жаздық. Енді бізде пи минус альфа, пи дегеніміз мұнда орналасқан, минус альфа, яғни мына жаққа қарай жылжиды, артқа қарай жылжиды, нөлге қарай. Ол дегеніміз екінші ширек. Екінші ширекте синустың таңбасы қалай? Плюс мәнге ие. Және бізде мына минусты ұмытпаймыз. Міндетті минусын жазып аламыз. Және плюс мәнге ие, ол дегеніміз көбейтілген плюс синус пиде 80 градуста өзгермейді, сол күйінше қалады. Синусын жазып альфа дейміз. Сонда демек ол дегеніміз минус синус альфаға тең екен. Мына минус пен плюс көбейтіліп, минус синус альфаны береді. Яғни таңбасы плюс болғандықтан. Мына минусты әрқашан ұмытпаймыз, алдындағы минуспен. Енді демек орындарына қойып шығатын болсам, синус мына өрнектің орнына мынаны қойсам, минус косинус альфа. Келесі ары қарай қосылған косинус мына өрнектің орнына мынаны қойсам, осыған тең ғой демек. Синус альфа. Соңғы мына өрнектің орнына мен мына өрнекті қоямын. Азайтылған синус альфа. Мына екеуі кетеді, қысқарады, қалатыны минус косинус альфа. Есеп шықты. Келесі сегізінші есеп. Косинус пи плюс альфа қосылған синус пи бөлінген 2 минус альфа минус косинус 3 пи бөлінген 2 минус альфа дейді. Косинус пи плюс альфа жазып алайын. Пи плюс альфа дейік. Бірлік шеңбер сызып алайық. Мұнда пи орналасқан. Мұнда 3 пи бөлінген 2, 0, пи бөлінген 2 орналасқан. Пи плюс альфа, пи плюс десе мұнда орналасады. Яғни үшінші ширек. Үшінші ширекте косинустың таңбасы бізде минус таңба. Пиде өзгермейді. Пи мен жаңағыдай 0 градус, пи мен 360 градуста өзгермейді дедік. Ал 90 мен 270 градуста өзгереді дедік. Сонда косинустың өзін жазып қоямын. Және альфа. Келесі синус пи бөлінген 2 минус альфа дейік. Пи бөлінген 2 минус альфа. Минус десе бізде мына жаққа қарай барады. Бірінші ширек. Бірінші ширекте синустың таңбасы плюс. Пи бөлінген 2-де синусымыз косинусқа өзгереді. Себебі пи бөлінген 2 өзгереді косинусқа. Және альфаның соңғысын жазып қоя саламыз болды. Мына минустарды ешқандай қарастырмаймыз. Себебі болады тек қана бізде ширегін анықтау үшін. Келесі косинус 3 пи бөлінген 2 минус альфа деген. Онда демек 3 пи бөлінген 2 минус альфа. Ол дегеніміз қай жаққа қарай барады? Артқа қарай жылжиды. Мінекей 3 пи бөлінген 2 минус альфа. Себебі 0-ге қарай жылжиды, азайтып барады. 270-тен бір белгілі бір градусты азайттық. Артқа қарай жылжиды. Үшінші ширек. Үшінші ширекте косинустың таңбасы минус 270-те синусқа өзгереді. Және альфасын қоя саламыз соңғы. Мұндағы өрнекті қойдық. Демек әрқайсының шешімдерін таптық. Енді орындарына қойып шығатын болсам, мына жерге мынаны қойсам. Косинус альфа. Мынаның орнына мына жерге қойсам, қосылған косинус альфа. Ең соңында мына минус жазамын. Және косинус 3 пи минус альфаның орнына мен мына өрнекті жазамын. Минус синус альфа. Мына минус екеуін шатастырмаймыз. Екеуі де бірге жазылады. Мынанікі бөлек, мынанікі бөлек. Сонда демек, мына екеуі қысқарады. Мына 2 минус пен минус бізде синус альфаны береді екен. Есепте тангенс 3 пи бөлінген 2 плюс альфаны мен бірінші жазып алайын. Тангенс 3 пи бөлінген 2 плюс альфа. Яғни демек ол дегеніміз нені береді? Шеңбер, бірлік шеңбер сызып алайын. Бірлік шеңбер сызатын болсам. 3 пи бөлінген 2. 3 пи бөлінген 2 плюс альфа деп отыр. Яғни 360 градусқа қарай жылжиды. Дұрыс қой. Сонда ол дегеніміз төртінші ширек. Төртінші ширекте бізде таңбасы қалай? Яғни плюс альфа деп отқанда 360 қарай жылжыды. Төртінші ширекте бізде тангенсінің таңбасы минусқа ие. Және 270 3 пи бөлінген 2-ні алып отыр. 270 пен бізде не деп айттық? 90 градуста өзгереді әрқайсысы. Тангенсіміз неге өзгереді? Котангенске өзгереді. Котангенсіміз тангенске. Екеуі бірге, яғни ғашық десек те болады, қос ғашық. Сонда демек 3 пи бөлінген 2 қосылған альфа, ол дегеніміз котангенс минус котангенс альфаны береді екен. Демек осының орнына қазір минус котангенс альфаны қоямыз. Келесі косинус 3 пи бөлінген 2 минус альфа тең болады. Сонда демек
Қараңыздар, 3π бөлінген 2 минус альфа деп отыр. Минус десе бізде қарай қарады, яғни 0-ге қарай жылжиды, артқа қарай жылжиды, сағат тіліне қарама қарсы. Сонда үшінші ширекте жатыр. Үшінші ширекте косинустың таңбасы минус 3π бөлінген 2-де, яғни егіз бойынша өзгереді басқа жаққа, синусқа өзгереді косинусымыз, және соңғы альфаны жаза саламыз, орында тұрған альфаны жаза саламыз. Енді мұнда синус минус альфамыз ол дегенімізден береді. Синус тақ функция болғандықтан минус синус альфаны береді. Енді орындарына қойып шықсам, демек тангенс 3π бөлінген 2 плюс альфаның орнына минус котангенс альфаны қоямын. Неге? Келесі мынаның орнына мен мынаны қоямын. Минус синус альфа. Ең соңында өрнегіміз астын қойып минус синус альфаны береді. Енді бізде қараңыздар. Енді бөліп шықсақ, әрқайсысын жеке-жеке, минус синус альфаны әрқайсысына жеке-жеке бөліп шықсам, ол дегенімізден береді. Минус котангенс альфа бөлінген минус синус альфа азайтылған синус альфа бөлінген минус синус альфа. Түсінікті ме? Сонда демек, ол дегеніміз, мұнда синус альфа мен синус альфа қысқарады. Почти мына жерде мына минус пен мына минус плюс болады. Сонда демек бізде және мына 2 минус деп мен жойып жіберсем болады. Ол дегеніміз былай жазсақ, котангенс альфа бөлінген синус альфа деп жазсам. И қосылған 1. Себебі мына екеуі қысқарып, орында 1 қалады. Мына 2 минусымыз бізде қосу болады. Түсінікті ме? Сонда демек, котангенс альфа деген мен былай жаза аламын, яғни косинус альфа бөлінген синус альфаны береді котангенс альфа дегеніміз. И бөлімінде дұрыс жаза аламын. Былай жазайын. Котангенс альфаның орнына косинус альфа бөлінген синус альфа, ал мұнда синус альфа. Қосылған 1. Енді демек, мына өрнек бөлінетін болса, бізде мынаны береді. Косинус альфа бөлінген синус квадрат альфа қосылған 1. Осымен есебіміз шықты. Келесі 11-ші есепке көшейік. Синус пи минус альфа көбейтілген косинус 3π бөлінген 2 плюс альфа. Онда демек, синус пи минус альфа шеңбер сызайын. Пи дегеніміз осында орналасқан, минус альфа, яғни мына жер артқа қарай шегінеді. Екінші ширек. Екінші ширекте синустың таңбасы плюс, және өзгермейді. Пи 180-де өзгермейді. Синус альфаны береді, яғни плюс синус альфа тең. Келесі косинусты жазайын. 3π бөлінген 2 плюс альфа. 3π бөлінген 2 плюс альфа, яғни 4-ші ширекте жатыр, алға қарай жылжиды, 360-ға қарай. Таңбасы плюс болады, синусқа өзгереді, 270 болғандықтан синус альфа. Демек, сонда мен былай жазсам, синус альфа көбейтілген синус альфа, және астыңғы бөлік былай жаз, мұнда минус 1 қосылған косинус квадрат альфа. Қараңыздар, мұнда бізде бастапқы формула бойынша синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең болады 1-ге, я? Формула бойынша, шарт бойынша. Енді бізде мына минус 1-дің орнына мен осы өрнекті апарып қойсам. Түсінікті ме? Сонда не болады? Осы минус 1-дің орнына минус таңбасын қойып қояйын, және 1-дің орнына мен синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа қойдым. Яғни минусты алдына шығарып жібердім, и 1-дің орнына синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфаны қойдым. Қосылған косинус квадрат альфа. Енді демек, ары қарай жазатын болсақ, мұнда өшіре тұрайын. Бөлшектің алымы синус квадрат альфаны береді, екеуін көбейтетін болсақ синус квадрат альфаға тең. Ал бөлшектің бөлімінде мына жақшаны ашатын болсам, минус синус квадрат альфа минус косинус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа. Екеуі қысқарады. Сонда қалатыны бізде синус квадрат альфа бөлінген минус синус квадрат альфа. Сонда екеуі қысқарады, қалатыны минус 1. Есеп шықты. Яғни ол дегеніміз минус 1 бөлінген 1, оны біз яғни минус 1 деп жазсақ болады. Келесі 12-ші есеп.
косинус квадрат пи минус альфа қосылған косинус квадрат 3 пи бөлінген 2 минус альфа. Бірінші косинус пи минус альфаны тауып алсам. Квадрат емес, бірінші пи минус альфаны тауып алайын. Косинус пи минус альфада. Пи дегеніміз 180 градус, минус альфа болғандықтан ол екінші шеректе жатады. Бірден ойша есептей берсеңіздер болады. Екінші шеректе жатыр. Екінші шеректе бізде косинусымыз өзгере ме, өзгермей ме? Пи мына жақта екінші шерек. Косинусымыздың таңбасы екінші шеректе бізде минус. Және пи де өзгермейді. Синустың өзін жазып қоямыз. Және ең сонда альфа. Демек бізде косинус пи минус альфамыз минус синус альфаға тең екен. Келесі. Косинус квадрат 3π бөлінген 2 минус альфа. Мұнда 3π бөлінген 2-ні қойсам, минус альфа. Яғни үшінші ширек. Артқа қарай жылжиды. Шеңбер бойымен артқа қарай жылжиды. Сонда демек косинусымыз синусқа өзгереді. Квадратын жазбай тұрайын. Синусқа өзгереді. Таңбасы бізде минус болады. Және альфа. Енді демек екеуі де минус синус альфаға тең екен. Енді қараңыздар. Егер квадраттар болған кезде не істейміз? Осы өрнекті біз квадраттай саламыз. Түсінікті ме? Сонда демек минус синус альфаның квадраты қосылған минус синус альфаның квадраты. Мұнда кешіңіздер. Косинус болып қалады. Шатасып кеттім. Себебі 180 градус өзгермейді косинус альфа. Демек сонда косинус альфа. Демек екеуін квадраттайтын болсақ, немен береді? Мына минус жойылады бізде. Косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфаны береді. Түсінікті ме? Мына минустар жойылып кетеді квадраттаған соң. Тең болады ол 1-ге. Есеп шықты. Келесі 14-ші есеп. Котангенс 1 көбейтілген котангенс 3 көбейтілген котангенс 5. Сөйтіп көбейтіліп кетіп, енді 89-ға барып тоқтайды. Яғни тақсандар, қараңыздар, 1, 3, 5, 7, 9, 11 деген секілді тақсандар кездесіп отыр, бізде. Демек сонда былай алсам. Толықтырып жазайық бірінші. Котангенс 1 градус көбейтілген котангенс 3 градус. Көбейтілген котангенс 5 градус көбейтілген и так далее. Көбейтілген мысалға бит жазайын. Котангенс неше дейін? 85 градустан келеді. Тақсандар ғой өңкей. Котангенс 87 градус көбейтілген котангенс. Ең соңында 89 градус. Мына жақта келеді. Осындай толықтыру жасайық. Енді қараңыздар. Мен котангенс 85, 87, 89 мен ашып жазсам. Котангенс 89 градусты қалай жазуға болады? Котангенс мен 90 градус азайтылған 1 градус десем. 90-нан 1-ді азайтсақ 89 градусты береді. Енді осыны келтіру формасымен ашсам. 90 градус мұнда. 90 градус азайтылған 1 градус деп отыр. Азайтылса сонда сәл ғана мына жерге жылжиды артқа қарай, сәл ғана. Ол дегеніміз бәрібір бірінші ширек, дұрыс па? Бірінші ширекте котангенстің таңбасы плюс 90 градуста тангенске өзгереді. Ең соңында 1 градус жазып қоямыз. Мұнда альфамыздың орнында бізде 1 тұр. Түсінікті ме? Демек таңбасы плюс. Себебі бірінші ширекте котангенс плюс. Демек сонда котангенс 89 градусымыз бізде тангенс 1 градусқа тең екен ғой. Түсінікті ме? Келесі сол секілді котангенс 87 градусты қарастырайық. Котангенс 87 градусты мен 90 градус азайтылған 3 градус десем. Келесіздер ме? 90-нан 3-ті азайтатын болсақ, 87-ні береді ғой. Демек енді келтіру формасымен қарайық. 3 градус азайтылған альфа деп тұр. Яғни 3 градус азайтсақ, бірінші ширекке барады ол. Бірінші ширекте котангенстің таңбасы плюс, және 90-да өзгереді. Тангенске өзгереді. Ең соңында 3 градус жазып қоямын мұнда тұрған. Демек, 3 градусқа тең екен. Осылай кете береді. Қараңыздар. Не түсініп тұрсыздар? Қазір мысалға котангенс енді 85 градусты қарайық. Котангенс 85-ті мен 90 градус азайтылған 5 градус десем. Ол дегеніміз тангенс өзгереді және 5 градусқа тең болады. Түсінікті ме? Енді орындарына қойып шықсам. Мұнда, мынаны, мұнда, және мынаны, мұнда қойсам. Сонда демек, котангенс 1 градус көбейтілген котангенс
3 градус көбейтілген котангенс 5 градус көбейтілген солай келе береді және котангенс 85 градус. 85 градус қараңыздар енді. Котангенс 85 градустың орнына мен апарып мынаны қоямын. Мына өрнекті қоямын. Түсінікті ме? Сонда тангенс 5 градусты қоямын 85 градустың орнына. Көбейтілген келесі. Котангенс 87 градустың орнына мен мына өрнекті қоямын. Тең. Тангенс 3 градусқа тең қой. Келтір формуласы бойынша ашқанымыз бойынша. Көбейтілген келесі. Котангенс 89 градустың орнына мен тангенс 1 градусты қоямын. Тангенс 1 градус. Енді қарасаңыздар. Мына шеттегі мен мына екі шеттегіні көбейтсек. Нені береді? Яғни бізде мынадай формула бар. Котангенс альфа көбейтілген тангенс альфа дегеніміз бірге тең. Яғни альфа бізде бірге тең. Сонда демек котангенс пен тангенсті көбейтетін болсақ бірге тең. Көбейтілген тангенс 3 градуспен котангенс 3 градус көбейтсек бірге тең. Тангенс 5 градуспен котангенс 5 градус көбейтсек бірге тең. Демек көбейтілген 1 болып келді. Ең соңында бізде есептің шешімі 1 деген жауапты алады екенбіз. Демек осылай шығарамыз осындай есептер. Келесі 16-шы есеп қарайық. Синус 600 градус қосылған тангенс 480 градус көбейтілген косинус 330 градус. Синус 600 градусты мен былай алсам. Синус қараңыздар 360 градусты 2-ге көбейтетін болсақ бізде нешеге тең? Немесе былай істейік. 2-ге көбейтейік. 2-ге көбейтетін болсақ бізде 720 градусқа ие. Яғни шеңберді 2 рет айналып келдік деген сөз. Қараңыздар. градус дегеніміз 0-ден басталады. 1 айналып келеді. 360 мына жерге келеді, иә? Келесі екінші айналып келгенде осы жерге 720 болады. Түсінікті ме? Сонда демек бізде былай алсақ. Синус 600 градусты мен 720 градус азайтылған 120 градус деп алсам. Түсінікті ме? Яғни 720 деген бізде 360-ға тең. Себебі 2-ге көбейтсек 360-ға тең болып отыр. Сонда демек синус 720 градус дегеніміз мұнда тұр. Яғни осы жерде орналасқан 720 градус. Бізде минус 120 градус деп отыр. 720 градус минус альфа деп отыр. Ол дегеніміз қай ширекке келеді? Яғни 4-ші ширекке келеді. Демек сонда 4-ші ширекте синустың таңбасы минус және 720-да өзгермейді. Синус өзгергенше жазылады. Және синус 120 градус деп жазады екенбіз. Сонда бізде синус 600 градус дегеніміз бізде минус синус 120 градусқа ие. Түсінікті ме? Келесі енді осы минус синус 120 градусты тағы да жазу керек бізде. Қалай жазсам болады? Минус синус былай жазсам. 90 градус қосылған 30 градус деп жазсам. Ол дегеніміз екінші ширекті береді. Екінші ширекте синустың таңбасы минус. Бізде мына минуспен бірге екеуі плюс болып кетеді. Түсінікті ме? Мына минуспен бірге екеуі көбейтіліп плюс болады. Екінші ширекте бізде таңбасы плюс. Сонда демек мына минус жазып қоя саламыз. Плюс. Және косинусқа өзгереді. Косинус 30 градус. Сонда бізде синус 600 градус дегеніміз минус косинус 30 градусқа ие екен. Келесі тангенс 480 градус тең болады. Мен тангенс 480 градусты былай жасам. 360 градус қосылған 120 градус деп жазсам. Тангенс 480 градусты. Демек сонда ол дегеніміз 360 қосылған 120 градус дегеніміз немесе былай жазайық. Бұл қате болып кетеді. 540 градус азайтылған 60 градус деп жазсам. Түсінікті ме? 540 градус дегеніміз қалай болады бізде? Қараңыздар. Мұнда 360 градус келеді, тақалады. Тағы да 90-ды қосатын болсақ 360-ға. Ол дегеніміз 450 градусты береді. Мұнда 450 градус.
түсінікті ме? Сонда демек тағы да 90 градусты қосатын болсақ 450-ге 540 градус. Демек мына жердегі өрнегіміз бізде 540 градусқа тең екен. Демек енді минус 60 градус деп отыр. Минус болса мына жерге жылжиды. Екінші ширек. Екінші ширекте тангенстің таңбасы қалай? Минусқа ие. Және бізде мынау екі шетте бізде өзгермейді ешқандай. Тангенс сол күйінше қала береді. Тангенс 60 градусқа тең болады екен. Келесі косинус 330 градус. Ол дегеніміз 360 градус минус 30 градус деп жазсам болады. Онда демек косинус 360 градус минус 30 градус. Бізге косинус өзгермейді. Таңбасы плюс болады және 30 градусқа тең болады. Орындарына қойып шықсам, синус 600 градустың орнына минус косинус 30 градусты қоямын. Қосылған тангенс 480 градустың орнына минус тангенс 60 градусты қоямын. Және сыртында көбейтілген косинус 330 градустың орнына косинус 30 градусты қойып шығамын. Косинус 30 градуста бізде түбірасы 3 бөлінген 2, мына минус алдында тұрады, азайтылған. Тангенс 60 градуста. Тангенс 60 градуста бізде түбірасы 3-ке тең. Және сыртында косинус 30 градус. Түбірасы 3 бөлінген 2. Жақшаны ашатын болсам, нешеге тең болады сонда? Минус 4-тен 3 азайтылған 3 бөлінген 2. Ортақ бөлім 2-ден берсем, ортақ бөлім 4, мұнда 2 6, минус 6, минус 6-ға 3 минус 3 болады, минус 9 болады. Демек есептің жауабы минус 9 бөлінген 4-ке тең екен. Соңғы екі есеп қалды енді. Жадаңыздар. Косинус пи плюс альфа. Бірінші және мұндағы тангенс альфамыз 3 бөлінген 4-ке тең, және ол 0 мен пи бөлінген 2-ның аралығында жатады. Бастапқы бірінші сабақ бойынша ұқсас. Косинус пи плюс альфаны ашып жазып алатын болсам, косинус пи плюс альфа дегеніміз ширек бойынша қарастырайық. Мұнда пи орналасқан, плюс альфа десе үшінші ширекке түседі. Үшінші ширекте косинустың таңбасы минус, және өзгермейді, сол күйінше қалады, косинус альфаға тең. Демек бізде минус косинус альфаға тең екен. Енді қараңыздар, тангенс альфа бізде 3 бөлінген 4-ке тең. Ол дегеніміз не? А бөлінген б-ға тең. Сонда А-мыз бізде 3-ке тең, Б-мыз 4-ке тең екен. С квадрат табатын болсам, 4-тің квадрат қосылған 3-тің квадрат. Яғни Пифагор формуласы бойынша С квадрат тең болады 25-ке, С тең 5-ке. Шықты, С-мыз шықты. Енді бізде ескеретін жайт косинус альфамыз. Бастапқы шарт бойынша косинус альфамыз, яғни тікбұрышты үшбұрыш бойынша қандай мәнге ие? Косинус альфа тікбұрышты үшбұрыш бойынша b бөлінген с-ны береді. Сонда демек бұнымыз бізде 4-ке тең, с-мыз 5-ке тең. Таңбасын анықтайық. Таңбасы косинус альфа, яғни 0 мен пи бөлінген 2-де таңбасы плюс. Демек есептің жауабы 4 бөлінген 5-ке тең болады екен. Келесі 19-ші есеп. Синус 210 градус көбейтілген косинус 120 градус, тангенс 225 градус, ал бөлшектің бөлінген олар. Әрқайсысын жазып шығайын. Синус 210 градус. Қалай жазсам болады? Оны 180 градус қосылған 30 градус деп жазсам. Демек, 180-де өзгермейді, сол күйінше қалады. Таңбасы минус болады и 30 градус болады. Келесі косинус 120 градус тең болады. Ең бастысы осы келтіру формулаларына көп есептер шығарсаңыздар болды. Осылай ойдан қосып алып деген секілді шығарсаңыздар, тренировка жасасаңдар өте оңай шығаруға болады. Қатты қиын емес, күрделі емес тақырып. Келесі косинус, сонда 120 градусты мен 90 градус қосылған 30 десем. 90-да өзгереді, синусқа өзгереді. Косинус екінші ширек таңбасы минус, және 30 градус. Тангенс 225 градус. Оны қалай алсақ болады? Тангенс 180 градус қосылған 45 градус десем. 180 плюс 45 градус. Үшінші ширекте тангенстің таңбасы плюс. Өзгермейді, сол күйінше қалады. Тангенс 45 градус. Келесі енді бөлшектің бөлімін жазайық. Котангенс
315 градус котангенс. 315 градус мен 360 градус азайтылған 45 градус десем. Төртінші ширекте котангенстің таңбасы минус 360-та өзгермейді, сол күйінше қалады котангенс, және 45 градусын жазып қойсақ. Косинус 150 градус. 150 градус мен 180 градус азайтылған 30 градус десем. Сонда демек косинус өзі өзгермейді, 180 мен 360-та бізде өзгермейді, өзін жазамыз. 180 минус 30 градус дегеніміз екінші ширекте жатыр. Ол дегеніміз таңбасы минус және 30 градус. Соңғысы синус минус 30 градус дейді. Ол дегеніміз минус синус 30 градусқа. Яғни минус алдына шығып кетеді. Демек, орындарына қойып шықсам барлығын. Не деп жазамыз? Синус 210 градустың орнына мен минус синус 30 градус. Мен бірден жазып шыға салайын осының жандарына. Минус 2-ден 1-ге тең. Демек, мына өрнегіміз. Мына өрнегімізде минус 2-ден 1-ге тең. Тангенс 45 градуста 1-ге тең. Котангенс минус 45 градуста минус 1-ге тең. Косинус минус 30 градуста минус түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Синус минус 30 градуста минус 2-ден 1-ге тең. Осы сан мәндерін қойып шықсам енді. Бірден. Минус 2-ден 1. Косинус 120 градус. Мінекей. Ол дегеніміз көбейтілген. Минус 2-ден 1. Көбейтілген. Тангенс 225 градус. Көбейтілген 1. Бөлшектің бөлімінде котангенс 315 градус. Минус 1-ге тең. Минус 1. Көбейтілген. Косинус 150 градус. Минус түбірасты 3. Бөлінген 2. Көбейтілген синус минус 30 градус. Ол дегеніміз минус 2-ден 1-ге тең. Сонда демек, бөлшектің алымы минус 2-ден 1, минус 2-ден 1 көбейтетін болсақ, 4-тен 1-ге тең. 1-ді алмақ қойсақ болады. Ал мұнда бөлшектің бөлімінде 4-тен түбірасты 3-ге тең болады. Минусмен. Сонда демек, екеуін бөлетін болсақ, 4-тен 1 көбейтілген. Бөлшектің алымы мен бөлімі ауысады. Сонда 4 пен 4 қысқарады. Есептің жауабы 1 бөлінген минус 1 бөлінген түбірасты 3-ге тең екен. Келесі тақырыбымыз бізде қосу формулалары, яғни қосу формулаларын пайдалана отырып есептер шығарамыз. Мысалға, бұл қосу формулалары негізі келтіру формулаларына да ұқсайды. Например, мысалға қарасаңыздар, синус пи бөлінген 2 плюс альфа деп белгілейік. Яғни келтіру формуласы арқылы бұны жазатын болсақ қалай болады? 90 плюс альфа дегеніміз бізде синусымыз косинусқа өзгереді, және альфамыз қалай болып жазылады? Альфа жазылады. Таңбасы қалай болады? Таңбасы бізде плюс болады. Демек, бізде мына өрнегіміз бізде косинус альфаға тең екен. Енді демек, осыны біз қосу формула арқылы жазатын болсақ, мына формулаға салып, сонда демек не синус альфа плюс бетта дегенге салсақ, мұнда альфамыз пи бөлінген 2-ге, беттамыз альфаға тең болып тұр. Демек, осы формула арқылы жазып көрсек, бізді тура осы келтіру формуладан тапқан өрнегіміз шығады. Мысалға, сонда демек жазатын болсақ, ол дегеніміз синус альфа дегеніміз бірінші синус альфа мінекей. Синус альфа дегеніміз бізде мұнда пи бөлінген 2, көбейту косинус бетта. Косинус беттамыз бізде беттамыз нешеге тең? Альфаға тең. Сонда синус пи бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа қосылған синус бетта, яғни синус альфа. Беттамыз бізде альфаны белгіледі. Косинус альфа дейді. Альфамыз бізде пи бөлінген 2. Енді қарасаңыздар, синус пи бөлінген 2-де бізде 1-ге тең, косинус пи бөлінген 2-де 0-ге тең. Демек, мына өрнек бізде полный 0 болып кетеді. Түсінікті ме? Жойылып кетеді. Қалатын сонда 1 көбейтілген косинус альфа бізде косинус альфаға тең болады екен. Демек, біз осы қосу формулалары арқылы келтіру формулаларында бір анықтасақ болады, яғни нақтылап, жүйелеп анықтасақ болады. Келтіру формуласы негізінен тез табуға ыңғайлы. Сондықтан бізде келтіру формулаларын қолданамыз. Енді бізде қарасаңыздар, қосу формулалары, осы формулаларды пайдалана отырып бүгін есептер шығарамыз. Ең бірінші есепте қарасаңыздар, синус 105 градуста есептеңіз дейді. Синус 105 градустың сан мәнін табуымыз қажет. Оны қалай табамыз? Сол жайында есеп бүгін шығаратын боламыз. Бізде қарасаңыздар, бірінші есепте синус 105 градусты мен былай алсам, 60 градус қосылған 45 градус деп алсам. 60 пен 45-ті қоссақ 105 градусты береді. Енді демек, синус 60 градусты мен альфа деп белгілеймін, 45 градусты бетта деп белгілеймін. Сонда демек, формула арқылы салып жазамын, мұнда тұрған формуламен. Демек, бірінші нені береді? Синус альфа. Синус альфаның орнында бізде синус 60 градус көбейтілген косинус бетта. Косинус онда 45 градус береді. Беттамыз 45 градусқа тең. Қосылған синус 45 градус көбейтілген косинус
60 градус. Яғни альфа беттаның орындарына қойып шықсақ болған. Синус 60 градуста бізде түбір астында 3 бөлінген 2 көбейтілген косинус 45 градуста түбір асты 2 бөлінген 2-ні береді. Қосылған синус 45-те түбір асты 2 бөлінген 2 көбейтілген косинус 60 градуста 2-ден 1-ге тең. Енді әрқайсысын көбейтіп жазатын болсам, 4-тен түбір асты 6 болады. Қосылған мұнда түбір асты 2 бөлінген 4-ті береді. Ол дегеніміз демек есептің жауабы 4-тен түбір астында 6 қосылған түбір асты 2-ге тең екен. Есеп шықты. Келесі екінші есеп. Екінші есепте есептеңіз, яғни косинус 15 градус деп берілген. Мен косинус 15 градусты былай алсам, демек косинус 15 градуста 45 градус азайтылған 30 градус десек, 45-те 30-ды азайтсақ 15-ті береді. Енді демек косинус альфа минус бетта формасы бойынша ашатын болсам, альфам 45 градусқа, беттам 30 градусқа тең. Сонда демек косинус 45 градус көбейтілген косинус 30 градус қосылған синус 45 градус көбейтілген синус 30 градус береді. Енді демек әрқайсының сан мәндерін қойып жазатын болсам, косинус 45 градуста түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең, 30 градуста түбір астында 3 бөлінген 2 қосылған түбір астында 2 бөлінген 2-ні береді. 45 градусымыз көбейтілген 30 градуста 2-ден 1. Сонда демек түбір астында 6 бөлінген 4 қосылған түбір астында 2 бөлінген 4-ті береді. Ол дегеніміз түбір асты 6 минус қосылған түбір асты 2 бөлінген 4-ге тең екен. Демек мына өрнегіміз осы өрнекті береді. Сан мәні. Келесі есеп. Өрнектің мәнін табыңыз. Синус 12 градус көбейтілген косинус 18 градус. Мұнда қарасаңыздар, мына формулаға сәйкес келеді. Яғни синус альфа плюс беттаның формуласына сәйкес келеді. Себебі мұндағы альфамыз 12 градусқа тең, мұнда беттамыз 18 градус, мұнда яғни бетта, мұнда альфа. Қарасаңыздар. Яғни синус альфа көбейтілген косинус бетта. Мінеки, синус бетта көбейту косинус альфа. Демек мен мына өрнекті қысқаша түрде былай жазсам, синус альфа плюс бетта. Демек альфамыз 12 градус қосылған 18 градус деп жазсам. Ол дегеніміз синус 30 градусқа тең. Синус 30 градуста бізде сан мәні 2-ден 1-ге тең болады екен. Есеп шықты. Келесі төртінші есеп. Төртінші есепте мұнда да дәл бастапқыдай косинус мұнда альфа, синус бет, немесе синусты альфа деп, косинусты бетта деп белгілесек. Мұнда синус альфа, косинус бетта. Ары қарай косинус альфа, синус бетта. Синус альфа минус бетта формасы бойынша жазамыз. Альфа мен беттаны шатастырмау қажет. Ең бастысы альфа мен беттаны шатастырмай жазсақ болған. Сонда демек альфа азайтылған беттаны береді. 9 пи бөлінген 7, альфамыз 9 пи бөлінген 7-ге тең, беттамыз 2 пи бөлінген 7-ге тең. Формула бойынша яғни. Сонда демек ол дегеніміз синус 7 пи бөлінген 7-ні береді. Синус 7 мен 7 қысқарады, синус пи қалады. Синус пи дегеніміз нешеге тең? Сан мәні 0-ге тең. Есеп шықты. Келесі 6-шы есепте қарасаңыздар, тангенс 27 градус қосылған тангенс 3 градус дейді. Мұнда 27 градусты мен альфа десем, 3 градусты бетта десем, бір азайтылған тангенс альфа көбейтілген тангенс бетта десем. Сонда демек, оны біз тангенс альфа плюс бетта формасын бойынша жазамыз. Альфамыз 27 градус қосылған беттамыз 3 градус. Демек, тангенс 30 градусқа ие. Тангенс 30 градуста бізде сан мәні нешеге тең болады? Түбір астында 3 бөлінген 3-ге тең. Демек, мына өрнектің мәні түбір 3 бөлінген 3. Келесі есепте есептеңіз, тангенс 75 градусқа тең болса. Тангенс 75 градусты мен былай алсам. Тангенс 75 градуста 30 градус қосылған 45 градус деп алсақ. Болады ғой? 30 градус қосылған 45 градус десек, сонда альфамызды 30 градус, 45 градусты бетта деп алсақ. Демек, альфа плюс беттамыз мына формула бойынша жазатын боламыз. Сонда тангенс альфа, тангенс 30 градус қосылған тангенс бетта 45 градус. Бөлшектің бөлімінде бір азайтылған тангенс 30 градус көбейтілген тангенс 45 градус. Енді тангенс 30 градустың орнына тангенс 30 градуста қандай мәнге ие? Тангенс 30 градуста түбір астында 3 бөлінген 3-ті береді. Қосылған тангенс 45 градуста 1-ге тең, ал бөлшектің бөлімінде бір азайтылған тангенс 30 градус
тура 3 бөлінген 3 көбейтілген тангенс 45 градус 1-ге тең. Енді демек, әрқайсының бөлшектің алымын 1 есептеп алатын болса, мұнда 3-тен ортақ бөлім береміз. Сонда бөлшектің алымында тура 3 қосылған 3, бөлшектің бөлімінде 3 болады. Ал бөлшектің бөлімінде мұнда 1 мен нені көбейтетін болсақ, тура 3 бөлінген 3 болады. Ортақ бөлім 3-тен береміз. Сонда 3 азайтылған тура 3, бөлшектің бөлімінде 3-ті береді. Енді тең болады. Екеуін бөлек жазатын болса, мұнда тура 3 қосылған 3 бөлінген 3 көбейтілген бөлшектің алым мен бөлімі қосады. Мұнда 3 минус тура 3-ті береді. 3 пен 3 қысқарады. Қалатыны бізде тура 3 қосылған 3 қалады. Ал бөлшектің бөлімінде 3 азайтылған тура 3. Ары қарай енді иррационалдықтан құтылсаңыздар болады. Мен осы күйінше қалдырайын. Келесі 8-ші есепте тангенс альфа минус бетта өрнегінің мәнін табыңыз. Егер тангенс альфамыз 3-тен 1-ге, тангенс беттамыз 6-тан 1-ге тең болса дейді. Ол үшін не істейміз? Онда демек, тангенс альфа минус бетта формуласын ашып жазатын болсам. Тангенс альфа минус беттан формуласы тангенс альфа азайтылған тангенс беттан береді. 1 қосылған тангенс альфа көбейтілген тангенс беттаға тең. Енді тангенс әрқайсының сан мәндерін қойып шығамыз. Тангенс альфамыз 3-тен 1-ге, беттамыз 6-тан 1-ге тең. Сонда демек, 3-тен 1 азайтылған 6-дан 1, әрқайсының орындарына қойып шықтым. 1 қосылған тангенс альфамыз 3-тен 1-ге тең, көбейтілген 6-дан 1. Сонда демек, бөлшектің алымы 2-ден берсек ортақ бөлім, бөлшектің алымы 6-тан 1-ге тең болады. 2 азайтылған 1-ді береді. Ал бөлшектің бөлімінде 1 қосылған 1 бөлінген 18-ге тең. Мұнда 18-ден ортақ бөлім берсек, сонда 19 бөлінген 18-ді береді. Ол дегеніміз сонда 6-тан 1 көбейтілген бөлшектің алымы мен бөлімі қосады. Бөлім болған соң 18 бөлінген 19. Сонда қысқарады 3 бөлінген 19-ға тең болады екен. Есеп 3 бөлінген 19.